8 жыл. 8 жыл ол айтарға ғана оңай екен деп ойлады Марғұлан. Оның қандайлығын бір білсе, Марғұға ғана білер. Күндіз таңның атысынан күннің батысына дейін бел жазбай, Қызылшаның басында жүріп, түнді сарғайған сар уайыммен көз ілмей өткізетін кездері бар Марғұға ол тұтастай ғұмырмен пара-пар еді. Тұтас ғұмыр болмағанымен, соның бір үзігі болатын. Жастықтың ең балшығынан татар шақтары ғой нағыз. Жар қызығын көріп, бала қылған қуаныштар кезінде екеуінің екі жақта жан күйзелісін тартып, жылап-сықтап жүргені кімге керек болыпты. Табиғатқа сүйенсе, осы әділдік пе? Оны кім еске алып жатыпты дейсің? Толып кеткен халық жауынан арылу керек болған. Марғұланның жаңғырған жады сондағы көрген кептерін жіпке тізгендей қаз-қалпында көз алдына алып келді. Рәсуа болған жастық. Күнкөрістің қамымен ертеден күні кешке дейін тепеңдеген қара жұмыс. Зая кеткен қайран жылдар. Осының сұрауы кімнен? Обалы кімге? Мың ойланып 100 толғанса да Марғұға оған жауап таппады. Маңдайына ажырамастай болып жазылған халық жауының әйелі деген атты жабысқан. Халық жауының әйелі деген аттан жаси өзінің төменшіктеп, бұғынып күн кешкен. Балаларын халық жауының балалары деген атпен өскенін ойлағанда бір орында байыз тауып отыра алмайды. Міне, қазір де Марғұланның есіне көп нәрселер оралып жатыр. Күні кешегідей елес беріп, жанды суреттей тіріліп жүреді. Қанша ұмытайыншы дегенмен ұмытылмастай із тастаған сәттер екен. Сол бір шақта әділетсіздік дегенді өз басы өте көп көрді ғой. Мұның өзінше ақыл таптым, балаларымның ішіп-жемін адалынан айырып отырмын дегені жамағат пен әлеуметке жақпапты. Кеңес адамына жат қылық болып шығыпты. Қолындағы қаймақ майын қалаға апарып, тоқаш пен ақбөлкеге айырбастағаны алып сатарлық деген бәле болып шығыпты. Оны кім біліпті? Айтып-айтпай не керек, мұны жасап жүрген тірлігінің бәрі қоғамға қайшы келеді екен. Қырағы көз әлдекім тиісті орынға жеткізсе керек. Құдай салмасын, ауданнан бірнеше адам тексеруге келсін. Оны кеңсеге шақыртып, жиналысқа салмасы бар ма? Бұның істеп жүргені социализм құрылысшыларына заларын тигізер зиянды әрекет екенін айтып бетіне басты. Мұны кеңсеге шақыртқаннан-ақ үй іші үрпиісіп қалды. Әсіресе енесінен ескетті. Бір жайсыздықты әуелі сол кісі аңғарған секілді. Марғұланның халық жауының әйелі екені белгілі. Жұрттың үстін тартып, жүрек жалғарлық бірдеңе айыратыны бар. Қаймақ майын балалардан артылған базарға апарып, шай суандық тиын табатыны жасырын емес. Ауылда бәрі көз алдында емес пе? Жалтаратын жағдай жоқ. Марғұға қолының ұсанақтылығына кінәлі болып шықты. Ауданнан келген уәкіл бұның күнәларын сөз ете келіп, жас балалары болғандықтан қатаң шара қолданбай, ескертумен шектелетінін айтты. Бірақ сүт мәшинесін тәркілеп алып кетті. Кедейдің аузы асқа тисе, соры қоса табанынан кері келді. Дау айтарлық құқы жоқ, дымы құрып, іштен тынып қала берді. Сиырын қоса алып кетпегеніне шүкірлік. Бұл тексерістің төркіні алыста жатқанын, мұның да басқа адам сыртынан бақылауда екенін артынан барып аңғарды. Әйтпесе жұрттың сүтін тартып беріп несі бар еді? Сүт мәшинесінен азырап қалғанына іші удай ашыды. Қайнысы болса бұрқылдап ұрсып жүр. Сен тым белсенділігіңді қой. Осы күнімізге зар болып қалмайық десе, енесі екінші жағынан. Енді өзіңді алып кетпесін десең, базарға шықпасы деп Құдайдың зарын қылды.
Балалардың тамағы өзінен өзі табылып тұрса, Марғұланның базарға шығып несі бар? Отының басында, ошағының қасында отырмас па еді? Ондай атты күн қайда? Кебеженің түбі тықырлана бастаса, Марғұладан маза қашады. Енесі ұяға ұшып келе жатқанда балапандары шиқылдап ауыздарын ашпаушы ма еді? Сонда емнесі тұмсығымен тістеп алған жемісін олардың аузына тоспаушы ма еді? Өзінің қолына қараған балаларына тамақтан өтерлік бір нәрсе тауып бере алмаса, құс екеш құс құрлы болмағаны ма? Марғұа бәрібір үйде қарап отыра алмайды екен. Халық жауының балалары аштан қатсын деген заң жоқ шығар деп бұрқылдап қояды. Бірақ қолдан келер қайраны жоқ. Бірде тар, бірде шоқ қоңтарғай тіршілік